Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмді, әрі жұмсақ болып пісетін, ұнды қажет етпейтін сырники жасаймыз. Видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Бізге творог керек болады, кез келген творогты алсаңыздар болады. Бір дана жұмыртқа қосамыз. Дәміне қарай шекер қосыңыздар, қатты тәтті болмасын. Барлық қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Егер блендеріңіз болса, блендермен езіп алсаңыз да болады. Енді біз манная крупты саламыз. Бұл жерде біздің сырникиміздің ерекшелігі, біз оны емес манная круптан жасаймыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Манная круп салғандықтан біраз тынығуы қажет. Міне біздің сырникиміз дайын болды, енді оны дөңгелек шар тәріздес етіп аламыз. Менде 10 сырники шықты. Ұнды сеуіп сырникиді дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Ең алдымен сырникидің жан-жағын ұндап аламыз, жабысып қалмауы үшін. Осылай бокалдың көмегімен өздеріңізде не бар сомен жасасаңыздар болады. Осындай дөңгелек форма шығуы қажет. Дәл видеодағыдай жалғастырамыз. Қалауларыңыз бойынша жұқа немесе осындай қалыңдау етіп тәріздес жасасаңыздар да болады. Сіздер еш уайымдамаңыздар, піспей қалады деп. Бұл ұннан емес манная круптан жасалғандықтан, біз манная крупты 15-20 минутқа қойғандықтан бұл арасы шикі болмай әдемі болып піседі. Қызып тұрған табаға майды құясыздар. Сырникиді жайғастырып шығамыз. Жай отта пісіріп аласыздар. Қатты қоятын болсаңыздар, сырникиіңіз күйіп кетуі мүмкін. Бетін 3-4 минутқа жауып пісіреміз. Бір беті пісті, енді екінші бетіне аударамыз. Міне сырникиіміз қызарып шығып тұр бізде. Енді қайтадан екінші бетін пісіріп алу үшін бетін жауып қоямыз. Мінекей біздің сырникиіміз дайын болды. Екі беті де қызарып піскен. Сырникилерді тәрелкемізге жайғастырып аламыз. Қалған сырникилерді дәл осылай пісіресіздер. Достар, біздің сырникиіміз дайын болды. Сырникидің іші толықтай піскен, сочный, дәмді. Достар, рецепт ұнаса видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Каналда жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.